Әлемде ешқашан Кока-кола ішпеген, ол туралы теледидардан естімеген, немесе осы таңғажайып сусынның бөтелкесі бар жарнамалық плакаттарды көрмеген адам бар ма? Көптеген адамдар бұл сусын туралы білетіні сөзсіз. Жасыратыны жоқ. Бұл тәтті газдалған сусын бүкіл әлемдегі ең танымал американдық сусын болып табылады. Бірақ бұл атау үнемі естіліп тұратындықтан, сіз бұл компания туралы бәрін білесіз деген сөзді білдірмейді. Бұл шығарылымда сізді әйгілі брендтің құрылу тарихы туралы қызықты деректер мен коланың қоршаған ортаға әсері туралы ғылыми фактілер күтеді. Видеоны бастамас бұрын сіздерден қазақ тілді контентті қолдап, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Әлем алғаш рет коланы көріп, ішіп көргеннен бері 137 жыл өтті. Аңызға айналған сусын жер планетамызда ең танымал және ең көп сатылатын сусын. Айта кету керек, Кока-кола тіпті ғарышта да болған. Барлық уақыттар мен халықтардың шынымен өлмейтін брендін құру идеясы қалай пайда болды және неге бәрі кола туралы білмейді? Бұрынғы офицер Джон Стит Пембертон химиялық эксперименттерді жасағанды өте жақсы көретін. Сондықтан Атлантадағы фармацевтикалық компаниясының жанында зертханада жиі уақыт өткізетін. Бірде ол қалың және дәмді сироптың қарапайым рецептін ойлап тапты. Шындығында Джон ақштағы азамат соғысы кезінде алған жарақатынан жиі ауыратын және олардан құтылу үшін дәрі-дәрмек ойлап таба алмады. Сонымен қатар офицер есірткіге тәуелді болған. Джон есірткіге балама ойлап табу үшін кола мен оның негізінде жасалған шараптармен біраз уақыт тәжірибе жасады. Осылайша фармацевт Дамиана сығындысын қосып, өз дайындығында Мариани шарабын жасай алды. Алынған сироп ауырсынуға көмектесіп қана қоймай, күш беріп, көңіл күйді көтерді. Біраз уақыттан кейін бұл сусынға тыйым салу енгізілгенде, Пембертон алкогольдік компоненттерді күйдірілген қанттан жасалған тәтті сиропқа ауыстыруға мәжбүр болды. Сусын Джонның бухгалтері Фрэнк Мейсон Робинсонға ұнады. Кейіннен дәл осы бухгалтер Кока-кола брендінің қарапайым бірақ тартымды және танымал атауын ойлап тапты. Сироп рецепті екі негізгі ингредиентті қамтыды. Кокаин жасалатын кока жапырақтары және кола ағашының тропикалық жаңғақтарынан. Сонымен қатар оның құрамында басқа да құпия компоненттер болды. Айтып кететін жайт, ол кезде кокаин есірткі болып саналмады, сондықтан еркін сатылды. Оны алкогольдің орнына сусындар жасау үшін жиі қолдануға болатын. Кокаин денені сергітеді және рахат әкеледі деп сенген. 1886 жылы 8 мамырда әлем алғаш рет коланы сынап көрді. Керемет сироп стакандары Атлантада орналасқан Якобс фармация дәріханасында 5 центтен сатылды. Алайда басында Кока-кола шығынға ұшырады. Бірінші жылы ол күніне орта есеппен 9 стакан сата алды. Бүкіл Атланта дәмді сусын туралы білгеннен кейін, іскер бухгалтер Фрэнк Джонға рецепті жүйке ауруына қарсы құрал ретінде қолдануға кеңес берді. Бастапқыда сусын апиин мен морфин есірткілеріне тәуелділікті емдеуге арналған дәрі ретінде жарнамаланды. Сонымен қатар адамдар сиропты қайдан алуға болатынын білу үшін кәсіпкерлер өздерінің дәріханаларының атауының жанына Кока-кола Фрэнктің үлкен каллиграфиялық қолжазбасымен шығарылған белгіні іліп қойды. Коланың ерекше құрылымы мен атауы ресми түрде тіркелген. Сондықтан оларды тек иелері қолдана алады. Компания плагиатқа байланысты бірнеше рет сотқа жүгінуге мәжбүр болды. Басқа керемет өнертабыстар сияқты сода мүлдем кездейсоқ пайда болды. Сатушы Вилли Винаблдың сиропқа қосылатын сұйылтылған суы таусылғандықтан, ол тұтынушыға коланы содамен араластыруды ұсынды. Бұл тұтынушыны қатты қуантады және содан бері сусын тек көпіршіктермен беріледі. 1888 жылы Джон Стит Пембертон Кока-кола құқығын Аза Грикс кенділерге және оның сатушысы Фрэнк Робинсонға $2000 сатты. Өзінің өнертабысына қарамастан, Пембертонның өзі сол жылы 57 жасында кедейлікте қайтыс болды. Басқа ақпарат көздеріне сүйенсек, Аза рецепті Джон қайтыс болғаннан кейін оның әйелінен сатып алған. Зерттеулерге сәйкес рецептте келесі ингредиенттер болды: лайм және лимон шырыны, цитрус қышқылы, нероли майы, ваниль мускат жаңғағы, кола жапырағының сығындысы, кола ағашының жаңғақтарынан алынған кофеин және апельсин эликсирі.
1892 жылы Аза Coca-Cola компаниясын құрып, өз өнімдерін белсенді түрде жарнамалай бастады. Көп ұзамай Аза мен Фрэнк түпнұсқа рецепт негізінде жаңасын жасады. Бұл Coca-Cola'ның сақтау мерзімі ұзағырақ және одан да бай дәмі болуы үшін жасалды. Сонымен қатар, оның құрамында болған кокаин сығындысының орнына есірткісіз сығылған кока жапырақтары қосылды. Айта кету керек, Аза өте бастамашыл және креативті көшбасшы болды. Ол үнемі коланы алға жылжытудың жаңа жолдарын ойлап тапты. Бірде ол бір дәріханаға 2 галлон сусынды толығымен тегін қоюды ұсынды. Осылайша ол өзінің сусынын жарнамалады. Содан кейін Аза тұтынушыларға аталған дәріханада 1 стакан кола үшін тегін талондар жіберді. Адамдарға сусын ұнағаны соншалық, олар оны қайта-қайта алуға келді. Ал дәріхана иесі Азадан үнемі Coca-Cola бар барлық жаңа галлондарға тапсырыс берді. Сонымен қатар Аза адамдарға оны тану үшін компанияның мерчімен бірге кәдесыйлардың барлық түрлерін сатуды ойластырды. Егер де сізге бұл видео ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймыз. Және де қазақ тілді контентті қолдап, каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймыз.